Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге білім класста қалай Excel мен күнтізбелік жоспарлауды кіргіземіз, соны көрсетемін. Оны көрсету үшін ең бірінші сіздер Excel'де қандай формада жасап аласыздар файлдарыңызды. Біріншісінде номер тұрады, екіншісінде тақырып, үшіншісінде сағат саны тұрады. Мен бұны дайындап алдым. Менде геометрия аптасына 2 рет, жылдық менде 68 сағат шығу керек. 68 тақырып менде тұр. Осыны бірінші дайындап аласыздар. Дайындап алғаннан кейін бірінші сіздер білім классқа барып, мұғалімге дегенге басасыздар да, КТЖ-ға басасыздар. Сіздерде сол геометрия сабағы қанша сағат жарияланған жылына, соны қарап аласыздар. Менде 7 геометрия, стрелкаға басасыздар и каждый 90 тексеріп шығарасыздар. Бірінші 90. Менде аптасына 2 рет болғандықтан 8 апта, ол жерде 16 сағат болу керек. Менде мына жерде 15 сағат тұр. Ол не демек? Ол дегеніміз бізде бір күн, бір сағат мереке күндеріне түседі деген сөз. Бірінші 90-да бізде мереке күні, ол бірінші қыркүйек білім күні. Значит, мен бірінші тақырыпты кіріктіруім керек. Мен бірінші тақырыпқа барам, алған файлға 2 флеш қоям. И келесі тақырыпты копировать етіп, мынаның жанына қоямын. Жанына қоямын да, мына тақырыпты удалить етемін. Вверх. Көргеніңіздей бізде 15 сағат шықты міне бірінші 90-да. Келесі тақырыпты көрем. Келесі менде екінші 90. Екінші 90-ды басам. Менде 16 сағат тұру керек. 8 апта 16 сағат тұру жерде менде мереке күндеріне сағаттарым түспеген. Келесі үшінші 90-ды көрем. Үшінші 90-да менде аптасына 2 сағат болғандықтан 10 апта, ол жерде 20 сағат шықты. Менде 19 сағат тұр. Значит, менде бұл жерде праздник бізде 8 наурыз, халықаралық әйелдер күні. Мен қараймын. Қараған кезде мына жерде менде 5 мартта сабағым болған, содан кейін 8 мартта сабағым менде мерекелік күндерге түскен. Значит, мен соңынан санаған кезде 2 сағат. 2 сағаттан кейін мына жерде менде 3-ші сағат менде кіріктіру керек. Excel'ге барам. Менде 32, мына жерде 31 деп тұр. Значит, 2 сағат менде ТЖБ кіріктіру керек тұр, бірақ ТЖБ-ны кіріктіруге болмайды. Сондықтан мен оның алдындағы сағат деп. ТЖБ бізде отдельно тұру керек, сондықтан оны кіріктіре алмаймыз. Оның алдындағы тақырыпты мен кіріктіремін. Кіріктірдім. Мына тақырыпты удалить етемін. Удалить еттім. Менде мына 30 сағат болды. Бірінші 90 30 сағат. Келесі. Келесі менде 4-ші 90. 4-ші 90-ға менде тоже 16 сағат шығу керек. 8 апта, бірақ 15 сағат тұр. Бұл жерде 1-ші май бар, 7-ші май бар, 9-ші май бар. Сол күндер менде кіріктіру керек. Значит, менде 25, 21, міне 4 сағаттан алдыңғы сағат менде кіріктіру керек. Мен 4-ші майдан кейін сразу 14-ші май болып. Значит, менде ең соңғы 4 тақырыпты қараймын. Ең соңғы 4 тақырып, міне 4 тақырыптан кейін менде мынау салу есептері кіріктіру керек. Флеш қоя. Мына салу есептерін көшірем. Мынау удалить етемін. Сонда менде жылдық 65 сағат шығу керек. Мынаны сохранить етем. Бөлім класстан тексерем. Жылдық қойған кезде мына 65 сағат шығып тұр. Excel'ін реттеуде енді мен мұғалімге дегенге басасыздар да, тақырыпты жоспарлау деген бар. Соған барып, КТЖ-ны қосу, келесі. Кезеңде 1 жыл дейсіздер. Мен 1 жылға жариялайын деп жатырмын. Сынып 7-ші сынып, 7-ші. Мына жерден геометрия пәнін таңдаймын. Геометрия. Оқыту тілі қазақ тілі жоспарланған сағат 65 сағат деп қоя берсем болады. Өйткені менде 65 сағат шығады. Сақтау. Енді жаңағы Excel'ді дайындап алдық. Енді тақырып жоспарлауды
Yükleyimiz endi mына жака галочка коюмуз биринчи файлды таңдаймыз. Менің файлым рабочий столда тұр. Білім класс. Келесін басам. Мына жерге тақырып деген жерге тақырыпты қоямын. Сағат сан деген жерге сағат санын қоямын. Келесі. Бұны қарасаңыздар, менде барлық тақырыптар бұл жерге келді. Импорттау деген басам, сәтті импортталды. Тақырыпты жоспарлауды импорттадық. Енді мен осыны ктж-ға осы жерге импорттау керек. Оны табусына мынаны басам. Мына жерде менде дайын тұр. Геометрия қазақша жылдықты плюсті басам. Бұны менде бүткіл тақырыптардың үшеуі келді. Импорттау дегенді басам. Мына 65 шықты. То есть барлық тақырыптар менде импортталды мына. Импортталып біткеннен кейін мына жерде кіріктірілген сағаттар бар. Кірген сағаттың жанына 2-ні қоямын. Өйткені мен бұл жерде 2 сағат. Содан кейін мына жерде тағы жерде бар, кіріктірілген жермен, және мына жерде кіріктірілген жер бар, жерге 2 қоямын. Тағы менде қажетті мысалы бірге 2-ні қоямын. Ол құтылып менде бір жылға ктж жарияланды.